Сәлем достар, мен сіздерге апельсин қабығының 7 ауруға ем екенін бүгін айта кетейін. Апельсин қабығы А, Е, С және В тобындағы дәрумендердің қайнар көзі. Оның құрамында кальций, темір, магний, натрий, калий, фосфор, селен, магний, мырыш, мыс секілді минералдар көп. Апельсин хош иісті әрі дәмді жеміс. Оның керемет емдік қасиеті бар. Әсіресе қабығының пайдасы орасан зор. Қабығын қалай пайдаланамыз? Бірінші, қандай ауруға ем екенін айта кетейін. Бірінші, жөтелді емдейді. Тамағыңыз шыбырлап, жөтеліп бастасаңыз, суықтап қалсаңыз немесе тұмау тигізсеңіз, онда апельсин қабығын ем ретінде қолданыңыз. 1 стакан қайнаған суға 2 ас қасық қабықты салып, 5-7 минут тындырасыз. Сосын сүзіп алып ішіңіз. Тіпті жатын бөлмеңізге апельсин қабығын қойсаңыз да керемет әсер етеді. Екінші, бауырыңызды тазалайды. Апельсин қабығындағы эфир майы бауырды артық заттан тазартып, иммунитетті нығайтады. Әрі жүйке жүйесін тыныштандырады. Сонымен қатар ұйқысыздық ауруына шалдыққандарға, стресс алғандарға ұйқыға жатар алдында 1 стакан апельсин қабығынан дайындалған шай ішуге кеңес беремін. Үшінші, қызуды түсіреді. Дене қызуы кенеттен көтеріліп кететін кездер болады. Сол кезде қызу түсіретін дәрі таппай сан соғып қаламыз. Сол кезде апельсин қабығының тұнбасын ішіп, қызуды түсіріңіз. 1 стакан жылы ыстық суға 2 тілік апельсинді қабығымен салып, 40-45 минут тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған сусынды ішесіз. Емді әр 1,5-2 сағат сайын қайталасаңыз, қызуыңыз тез түседі. Ағзадағы инфекция мен қажетсіз бактериялар өледі. Бастысы, ағзаңыз әлсіремей, керісінше күш-қуат алады. Төртінші, тісті ағартады. Апельсин қабығының ішкі жағымен тіс эмалін сүртсеңіз, бетіндегі қара сары дақтан тазартады. Тістің сыртқы қабатын жақсартып, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Емді күніне 2 рет қайталап тұру керек. Қабықпен 5 минуттай сүрткен соң, артынан жылы сумен ауыз қуысын шайып қоясыз. Бесінші, семіздікпен күреседі. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық қабықты салып, қақпағын мықтап жабыңыз. 10 минуттай тұндырылған соң, сусынды сүзіп алыңыз. Егер дәмі ашылау болса, 1 шай қасық бал қосуға болады. Егер осы тұнбаны күніне 2 стаканнан ішсеңіз, ішті жақсы жүргізіп, артық салмақтан арылуға септігін тигізеді. 6. Жүрек ауруынан сақтайды. Егер сіз апельсин қабығынан дайындалған шайды үзбей ішетін болсаңыз, жүрек ауруынан сақтанасыз. Оның құрамындағы пектин қан қысымын қалыпты ұстауға, қандағы холестерин деңгейін реттеуге, қан тамырларды тазалауға ықпал етеді. Сонымен қатар варикоз, инфаркт, миокард және инсульт ауруларынан алыс боласыз. 7. Ішектің жұмысын жақсартады. Апельсин қабығының құрамындағы эфир майы мен пектин ас қорыту жолдарын, асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Іш қатуды емдеп, қыжылды болдырмайды. Асқазаныңыз тамақты жеңіл әрі тез қорытсын десеңіз, күніне 3 рет бірнеше жұтым апельсин қабығының тұнбасын ішіңіз.
апельсин таптырмайтын жеміс емес. Өзі дәмді, хош иісті әрі емдік қасиеті орасан жемісті үзбей жеуге тырысыңыз. Жоғарыда айтылған аурудың алдын алудан бөлек ағзаны С дәруменімен байытасыз. Құрметті достар, мен айтқан қазақы емдерді қолдану үшін ең бірінші дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да пайдалы кеңестеріммен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Назгүл. Сау болыңыздар.